Ішкіл нервтің ядролары көпірде орналасқан, қызметі бойынша аралас, яғни сезгіш және қимылдатқыш болып келеді. Бесінші жұп нерві болып есептеледі. Ішкіл нерв, нервус тригеминус. Ішкіл нервтің түйіні ганглион нерви тригемини, самай сүйегінің пирамидасының алдыңғы сайында орналасады. Самай сүйегі ос темпорали. Тасты бөлігі парс петрозус. Ос тасты бөлігін пирамида деп атайды. Ганглионнан шыққан ішкіл нервтің үш тармағы үш жаққа ми сауытынан үш тесік арқылы шығады. Бірінші тармағы нервус офтальмикус, ми сауытынан орбитаға шығады. Екінші тармағы нервус максиллярис, форамен ротундум, домалақ тесік арқылы қанат таңдай шұңқырына шығады. Үшінші тармағы нервус мандибулярис, сопақша тесік, форамен овале арқылы қанат таңдай шұңқырына шығады. Қанат таңдай шұңқыры міне таңдай және сына тәрізді сүйектің қанатша өсінділері аймағын қанат таңдай шұңқыры деп атайды. Фосса птериго палятина. Жоғарғы жақ нерві нервус максиллярис, бірінші тармағы қанат таңдай шұңқырынан азу тістерге барады. Нервус альвеолярис супериор постериор. Тубер максилледе бірнеше майда тесіктер бар деп айтқанбыз. Сол тесіктерден аттас нерв шығып, осы малярларды, осы тістердің тұсындағы альвеолды өсіндіні, шырышты қабатын вестибуляр бетінен гаймор қуысының артқы қабырғасын иннервациялайды. Нервус максилляристің екінші тармағы бұл көз шарасының төменгі саңлауы арқылы өтіп, форамен инфраорбиталис арқылы фосса канинаға шығады. Осы жерде нервус инфраорбиталис кіші қаз табан құрып орналасады. Оның өзі екі тармаққа бөлінеді. Нервус альвеолярис супериор антериор, алдыңғы жоғарғы альвеолды нерв, бұл 1-2-3 тістерге барады. Екінші тармағы жоғарғы ортаңғы альвеолды нерв. Нервус альвеолярис супериор медиа, бұл кіші азу тістерге, премолярларға барады. Яғни бұл нервтің иннервациялайтын аймағын айтсақ, осы 1-5-ке дейінгі тістер, осы тістердің тұсындағы альвеолды өсінді, вестибуляр бетінің шырышты қабығы және гаймор қуысының алдыңғы қабырғасы, қанат таңдай шұңқырынан шыққан бір тармағы таңдайдың үлкен және кіші тесіктері арқылы шығады да, нервус палятинус майор, үлкен таңдай нерві, нервус палятинус минор, кіші таңдай нерві болып таңдайға бағытталады. Нервус палятинус майор 8-ші тіс және 3-ші тіс аралығында таңдайдың шырышты қабығын иннервациялайды. Нервус палятинус минор жұмсақ таңдайды иннервациялайды. Күрек тіс нерві немесе мұрын таңдай нерві дейміз. Нервус назопалятинус немесе нервус инцизиви. Бұл ортаңғы күрек тістердің ортасында орналасқан күрек тіс тесігі арқылы шығады және екі тармаққа бөлінеді. Мұрын тармағы және таңдай тармағы. Мұрын тармағы мұрынның шырышты қабығын жоғарғы ерінді 3-ші тістен 3-ші тіске дейінгі аралықта тістерді шырышты қабығын вестибуляр бетінен иннервациялайды. Таңдай бөлігі
таңдайдың алдыңғы секторын немесе алдыңғы үштен бір бөлігінің шырышты қабығын және осы тістерді жүйкелендіреді. Төменгі жақ нерві, нервус мандибулярис. Төменгі жақтың торусының тұсында үш тармаққа тармақталады. Нервус лингвалис тіл нерві, нервус альвеолярис инфериор төменгі альвеолды нерв және нервус буккалис орт нерві. Үш тармақтың ортаңғысы нервус альвеолярис инфериор бұл төменгі жақ тесігі арқылы форамин мандибуле төменгі жақтың каналына кіреді. Каналис мандибулярис. Сол арқылы өтіп, иек тесігінен шығады алдыңғы бетінде. Форамин ментали шыққан нервіміз иек нерві деп аталады. Нервус менталис. Төменгі альвеолды нервтің иннервациялайтын аймағы. Ол төменгі жақтың жартысын иннервациялайды, яғни 1-ден 8-ші тіске дейін осы тістердің тұсындағы альвеолды өсіндіні, шырышты қабығын, вестибуляр оральды бетінен, иек нерві, иектің терісін, жұмсақ тіндерін, шырышты қабықты ішкі бетінен және 4-ші, 5-ші тістің ортасында тесік орналасады дедік қой. Яғни 5-ші тістен 1-ші тіске дейінгі аралықта тістерді иннервациялайды. Келесі тармағы нервус лингвалис. Ол төменгі жақтың тесігінің маңында тілге қарай бағытталып, тілді иннервациялайды. Ал орт нерві ол керісінше сыртқа қарай шығып, орт жұмсақ тіндерін, шырышты қабығын, терісін иннервациялайды және 6-шы, 7-ші, 8-ші тістердің тұсында шырышты қабығының иннервациялануына қатысады. Төменгі жақтың қызметі бойынша бұл аралас нерв. Шайнау бұлшықеттері бекитін болғандықтан төменгі жақта сол шайнау бұлшықеттердің нервтері де қосылады. Яғни 4 шайнау бұлшықетіміз, ол төменгі жақта қимылдататын шайнау бұлшықеттеріміз, соған бағытталатын талшықтары сол бұлшықеттердің атымен аталады. Олар қозғалтқыш талшықтар болып есептеледі. Нервус массетер шайнау бұлшықетінікі, нервус темпоралис ол самай бұлшықетінің нерві, нервус птеригоидеус медиалис медиалды қанатша бұлшықетінікі және нервус птеригоидеус латералис ол латеральды қанатша бұлшықет.